Алло, сәлем жаным. Жан, сәлем, қалыңғылай? Жақсы, қалайсың өзің? Не ғой, сен деген бар ғой, үнемі мені ресторанға да алып барасың, кафеге де алып барасың, театрға да алып барасың, апармаған жерің жоқ. Енді менің кезегім. Мен сені бүгін үйіме шақырамын. Өзімнің қолымнан саған күштеп тұрып тамақ жасап берем. Мәссаған, қандай керемет, мен сенен бұндай күтпедім жаным. Барамын, міндетті түрде барамын жаным. Жан, бірақ бар ғой, бір проблема болып тұр да. Қандай проблема? Не ғой, енді білесің ғой, мен қазір жұмыссыз жүрмін. Маған саған өз қолымнан тамақ жасау үшін кішкене бір продуктыға ақша керек. Жаным, ол да сөз болып па жаным ау? Қанша керек? 10 000 теңге. Болды жаным, міндетті түрде барамын, беремін. 10 000 теңге ме? Жетеді ме 10 000? Иә, жетеді. Болды жаным. Ой, жақсы, онда кешке күтем сені. Жаным. Жақсы. Рахмет, сау бол. Бүгін қандай мейрам? Қарныңыз ашып кетті ғой. Бүгін біз жігітіміз екеуміз романтикалық кеш өткіземіз. Жігітіміз екеуміз. Бізде отырайық та? Осы сендер өмір қарындар нашақтап жүреді, кішкене өздерің тамақ әкеліп үйге. Сөйтіп ішпейсіңдер ма? Өмір мен тамағымды жеп жүресіңдер. Не болды, тамақ жетіп отыр ғой? Не болды аяқ соншама? Бәрішке жетеді. Кет, шайыңды қайнат. Жан, жей ғой, салып берейші алдыңа. Сен үшін бәрін өзім қолымнан пісірдім. Жаным, керемет. Мына тамақты өзің жасадың ба? Әрине жаным, бәрін өзім жасадым. Мынаны да өзім жасадым. Керемет, өте дәмді. Мен сенің қолыңнан осындай тамақ пісіреді деп мен мүлде ойламаппын. Мен сонда тамақ жасай алатын қызға ұқсамаймын ба? Дәмді. Қыздар, жеңдір. Қыздар. Рахмет. Керемет. Жей ғой жаным, жей ғой. Қазір саған ыстық шайден құйып беремін. Тура менің анам сияқты пісірген екенсіз. Ой, рахмет. Маған да шай алып Бауырсақтан же, дәмін көр қандай екен. Бұнда өзің пісірдің бе? Я, өзім пісірдім. Таңертең сен келмей тұрып, қамырды ашытып, жайып, терезені ашып тастап, қуырдың ғой. Керемет жаным, керемет. Мен сенен бұндай күтпедім. Рахмет, өте дәмді. Палауыңыз өте дәмді, керемет. Бауырсағыңызға шейін кәдімгідей. Қыздар, алдырсыңызшы тамақ. Тамақтан, шайдан, тамақтан. Рахмет. Мен келем дегенше жеп алған ба қыздар, Олар диетада негізі. Диета ма? Жан, сен оларды қайтесің, өзің жей берсеш, жесі жаным, жесі. Жеп. Қанпет же. Мен қанпет те пісіре алам, білесің ба? Қант бар ғой, соған сұйық майда араластырсаң, мынау кәмпит болып шығады. Мен саған болашақта оны да жасап берем. Керемет. Қане қой? Іше ғой. Қалай дәмді ма? Бізде жейікші. Жеңіз. Келіңдер қыздар. Қыздар, сендер маған қарыз екендеріңді ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Не үшін? Немене? Қалай? Кеше мен осы жерге дастархан жайдым. Өліп тұрып жедіңдер сол дастарханнан. Білесіңдер ме?
Сол дастарханға алған азық-түліктің бағасы 6000 теңге болды. Сенен 2000 теңге, сенен 2000 теңге, менен 2000 теңге. Так что сендер маған 2000 теңгеден қарызсыңдар. Терсіз бермеші ма? Бол! Сен мұндайыңды білгенде, мен кеше тамақты ішпеуші едім. Мә? Сен болсай тез. Ал келең қазір не болды соншама? Осы тамақ жеуді білесіңдер, ал төлеуді білмейсіңдер. Жеп алып маған. Бұқылдайды ғой. Бұл бойжеткен өте еңбекқор, пысық, жауапкершілігі мол, ашық, ниеті таза, жоғары білімді, ең бастысы ол ешқандай жұмыстан қорқпайды. Бірақ жұмыс берушілер оған бір күннен артық шыдай алмайды. Ал айналайын, ең біріншіден есіңде қалсын. Қандай жағдай болса да болмаса да, клиенттікі әрқашан дұрыс. Клиент всегда прав. Не айтса да, қандай ұсыныс болмаса да, клиентке дөрекі сөз айту Айтпаймын. тыйым салынады. Ана жерде книга, жалоб и предложение деген жатыр. Түсіндің ба? Иә. Соғанда бір жалобы болса, жұмыстан шығарам, босатам. Ал енді жақсы жұмыс істесең, онда мен саған премия беремін. Түсіндің ба? Шынымен бересіз ба? Әрине. Мен сіздің айтқаныңыздың бәрін бар ғой, бұлжытпай орындаймын. Осыдан көресіз ғой, мен мына заттардың бәрін сатамын. Көрерміз айналайын, көрерміз енді. Жарайды, істей бер жұмысыңды. Рахмет. Кездескенше. Сау болыңыз. Қош келдіңіз біздің дүкенге. Рахмет. Не қалайсыз? Джинсы, көйлек. Мен су сұрайын деп едім, су. Су? Су. Су. Кофе ішесіз ба? Жоқ, Чай ішесіз ба? су болса болды маған. Қазір мен сізге суды да берем, шайды да берем, балды да берем. Отырыңыз. 5 минутта суда кеп берем. Отырыңыз. Рахмет. Ойбай, мынау қажан орын болды ғой, шай дейді ғой. Шай ішпегелі қай заман ыстық шай ішетін болды ғой. Алама. Мынау чайыңыз, мінекей кәмпитіңіз. Ой, рахмет. Сіз шайыңызды іше беріңіз, ал мен сізге қазір жазға, күзгі, қысқа, көктемгі топтаманың бәрін көрсетемін. Рахмет. Ішіңіз, бірақ бір көзіңіз менде болсын. Қазір. Мінекей, мына көйлекті қараңызшы. Мынаны қонаққа да киіп барасыз, жұмысқа да киіп барасыз. Қараңызшы мына көйлекті. Рахмет. Міне, мына көйлекті қараңызшы. Жаздың күні терлемейсіз, жеп жеңіл өзі. Ал мына көйлекті қараңызшы. Мінекей, гүлді көбелектер. Мынау соңғы сәндегі көйлек қой, білесіз бе? Осыны, аласыз ғой, осыны. Қазір мен сізге көрсетейін. Білесіз бе, мына шалбар сізге құйып қойғанда жарасады. Мына шалбармен базарға да барасыз, жұмысқа да барасыз. Білесіз бе, тіпті... Жұмыс істемеймін ғой мен. Мейлі, жұмыс істемесеңіз қыдырасыз ғой, қонаққа барасыз. Жоқ, қыдырамын, далада тұрамын ғой мен. Енді албасты үй жоқ қой менде. Ақы өмір-ай. Тұратын жерінде жоқ, үйімде жоқ, киімде жоқ. Міне қараңыз, мынау сізге керемет жарасады. Как раз 40-50-дегі әйелдерге мына құйып қойғанда болады. Соңғы модель Кристина Агилераның фирмасынан. Ал мынау, ой кешіріңіз, көрдіңіз ба, сізге ара жақындап жатыр мына киім бар ғой. Сізге барғысы келіп өліп бара жатыр мына киім бар ғой. Осыны алмасаңыз енді мына киім бар ғой, сізге ренжіп қалады. Ойбай жаным, вала алшы едім мен, ақшам жоқ қой менің. Ақшаңыз жоқ? Жоқ, ақшам жоқ қой мен. Мейлі жоқ болса, ештен кетпейді. Ертең ақшаны әкеп бересіз. Мен сізге мына киімдердің бәрін салып берем. Зато бүгін түнімен күшті болып ұйықтайсыз. Ал ертең болған кезде әкеп бересіз. Ертең ба басқа күн ба бәрібір әйтеуір әкеп берсеңіз болды ғой. Ойбай, ақша қашан болады білмеймін. Болады. Уайымдамаңызшы, жаман сөз айтпаңыз, бәрі болады. Мен қазір сізге бәрін салып беремін. Ойбай, шымба өтірік бомдава. Ойбай. Міне,
мені алыңыз. Мынаның бәрі сізге. Маған ба? Иә, сізге. Ойбай. Мәңіз мынаны алсаңызшы енді. Бақыт. Қайсылай? Мынаны алыңыз, иә. Бәрі маған ба? Алыңыз. Енді кімге, сізге мегенге? Ойбай-ау. Ойбай-ау, еліге керемет. Мына қолыңызға алыңыз. Ойбай. Бәрі маған ба? Бәрі сізге. Тоқтай тұрыңыз, тоқтай тұрыңыз. Мен ала тұрайын. Сіз маған қазір мына кітапқа, мына жерге Иә. маған жазып жібересіз. Мені мақтап. Ойбай-ау, мақтаймын. Жазып жіберіңіз. Не деп жазайын? Пико, ең керемет сатушы деп жазыңыз. Ойбай, керемет, Иә. айналайын. Бала шағаның бақытын көрейін. Ойбай, ешкім сенбейді. Жауап бермеңізші, жазыңызшы, дұрыстап. Почеркіңізді әдемілеп жазыңыз. Рахмет, осындай сатушыға рахмет. Тағы жазыңыз, мақтай беріңіз мені. Ай, мақтап атырың ғой шырағым. Ойбай-ай, Бастығын көріп мәз болып қалсын. Бастығын нағыз керемет екен. Бұдан айырылмаңыз ешқашан. Иә. Мә. Дәл өзі солай. Ой, рахмет сізге. Мінекей мынау сізге. Міне, Ойшы. келіп тұрыңыз. Ой, келем, рахмет. Келіп тұрыңыз тағы да. Рахмет. Сау болыңыз. Болды. Барыңыз. Ризасыз ғой? Ризамын. Міне, пожалуйста. Алғыс жетеді. Премия дайын. Ойбай, мынау не? Киімдер қайда? Сізге өтірік, маған шын. Мен мынақтағы жаппай сатылымдағы киім ба, басқасы ма, бәрін сатып жібердім. Жарты сағаттың ішінде. Рас па? Иә. Жарайсың. Содан соң? Білесіз бе, мына жерге сатушы кірді, сатып алушы кірді. Одан кейін мен бар ғой, сіз өзіңіз айтпақшы, шебер сатушы ретінде мен оған бар ғой, кофесін бердім, шайын бердім, кәмпитін бердім, бәрін бердім да. Оған бар ғой, мына жердегі тұрған заттың бәрін, мына қызыл тіліммен дес берсін ба, бұлай да басын айландырдым. Сөйтіп бар ғой, мына киімдердің бәрін алып, сатып жібердім. Сонымен? Сол ма? О, жаратқаным. О, сен маған, Құдайға мыңда бір рахмет сен маған жібергені. Ал енді кассаны өткізбейсің бе? Кассаны. Касса? Иә, кассаны. Мынау, сатқан тауарлардың ақшасын. Кассаны. Не ғой? Негізі былай болды да, негізі. Ол кісі негізі су ішуге кірген ғой. Су ішуге кіргенінде мен оған, сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Мына жерден бірде-бір сатып алушы, бірде-бір затсыз бос қол шықпау керек деп. Өзіңіз айттыңыз ғой. Иә. Сосын мен оны алдым да, басын айналдырып, яқта жаппай сатылымдағы киім бар, басқа кимейтін киім бар. Бәрін сатып, басын айналдырып, сатқызып жібердім. Енді ол білген жоқ қой бұл жаққа кірген кезде. Киім алам деп ойлаған жоқ, ол просто су ішуге кірді ғой. Сосын Сонымен? Ол енді ақшасын ертең әкеп берем деді. Албасты, мен сенің шияшыңды жұлып қолыңа берем. Албасты, қалай ертең дейді? Қалай бір кісіге бір клиентке бәрі тегін, киімдерді бәрін сол бір кісіге бердің ба? Енді өзіңіз айттыңыз ғой, мектен бір сатып алушы, өйтіп бос қол шықпау керек деп. Клиент всегда прав деп өзіңіз айттыңыз. Енді ол прав ғой. Албасты, мен саған үйтіп айтқан жоқпын. Сен түсінбейсің ба? Өлтіремен сен сотқа бер. Мен сені сотқа берем. Қызық екенсіз ба? Кет, жоғал. Мен сені сотқа берем. Мына жерде шағымдарға маған мақтау жазып берді сол кісі. Сіз айтқан шағымдарға жақсы сөздер жазса, маған премия берем дегенсіз. Маған так что премия беру керек. Мәсаған премия, қандай премия? Кет деген. Шақырым осы дүкеннің қалып. Келме мен дүкенге. Өлтірем. Сіз әлі өкінесіз. Мен сияқты сатып алушы. Білдіңіз ба? Албасты. Жынды ма мына кісінің басы деймі өзі? Нервная ма бір бәрі ғой? Әлі өкінесіз, білесіз ба? Құдай-ай, қандай жұмыс берушінің бағы жанайын деп тұр екен осы. Мен сияқты жұмысшыны алайын деп кеттім мен магазиніне, білдің бе? Кеттің ғой, кет. Алло? Я келіп отырмын кафеге. Таныстым жақындағына, я интернеттен. Түрі дейсің ба? Әдемі түрі.
Мен де осы қатты үміттенем бар ғой, ЗАГСқа шақырса екен деп. Я, рахмет саған құрбым. Ладно, пока. Сәлем. Сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Не деген сұлусыз, Абай. Мен атым Латипа. Абай. Қуаныштымын. Рахмет. Сонда әдемісіз, қолыңыз да әдемі. Рахмет. Айтпақшы, мен сізге деген бір тосын сыйым бар еді. Сізге арнап мен гүл сатып алып келдім. Не болып қалды? Гүл ұнамай қалды ма? Жоқ, ұнаған да маған ешкім гүл сыйлап көрмепті осы кезге дейін. Онда Абай мен гүл сыйлаған қыздардың ішінде біріншісі және соңғысы болам деп үміттенем. Сіз маған үйленесіз ғой? Енді көрейік, енді танысып, білісіп көрейік. Танысайық. Мен атым Латипа. Маған күйеуге шығу керек. Апам да, әжем де, атам да барлығы ұрысуға тұр, немере сүйгісі келеді. Ал сіз үшін өзіңіз жайлы айтып беріңізші, сізге қандай қыздар ұнайды? Маған да негізі үйлену керек. Ой, жақсы болған екен. Жасымыз біразға келді. Маған енді жақсы қыздар ұнайды. Соның ішінде иман жүзді. Иман жүздімін мен. Кішіпейіл. Және енді басты денсаулық қой. Денсаулық? Денсаулық. Денсаулық менде ұрып тұр. 100%. Мен қазір сізден дәлелдеп беремін. Қазір. Өзім денсаулыққа мен жақсы қарайым бар ғой. Денсаулық адамның байлығы дейді ғой. Мінеки қараңыз. Мен барлығын жинап отырмын. Мынау менің анализдерім, иә. Мен больницадан шықпаймын. Жақында мен жүрегімді түсіргем ғой. Жүрегім қысылады бар ғой. Больницаға барсам айтады, сізге срочно ғашық бол керек. Жүрегім бәрін тексерді, бәрі дұрыс болып шықты. Ой, мынаның ішінде не бар? Кардиолог ма бұл? Иә, барлық кардиолог деп, ол жүректік қой. Маған срочно ғашық бол керек деп айтты. Міне, мына анализ, денсаулығым барлығы 100%. Міне УЗИ-ге де түсті. Мынаны қарасаңшы, мынау менің өкпем, мынау менің бауырым, мынау менің қағидам. Мынаны қараңызшы, мынау үш құрылысының барлығы дұрыс дейді да. Мынау садикке барған кезде барлығын өткем ғой міне. Барлығын сақтап отырмын мен. Садикке барғанда, мектепке барғанда, университетке барғанда анализдердің бәрін тапсырамын. Біреусінен де қалмаймын мен. Мен негізі айтпақшым, менің плоскостопиям бар еді ғой. Плоскостопиямды қазір сізге табайыншы, плоскостопиям қайда кетті? Міне. Плоскостопияны таптым ғой. Плоскостопия жоқ менде. Бұлына қашып кетті. Құдай-ау, мен қашан күйеуге шығамын? Денсаулығым 100%. Алло. Иә. Бұлына қашып кетті. Мен бай алмайды, тек Құдай алмайды, осы мені бар ғой. Шибай. Әй, қарлығаш, мынау немене? Тірі тұрап, аттың басындай. Сен неменеге, сиырларға тамақ берін деп тұрсың ба? Мынау не деген уыз, мынаны баға өзін же. Оңбаған немен, тұр Шибай. Аяғын астына оралмай. Bir нәрсе еттің ба? Жоқ, жаным, жоқ. Тұрай бер.
Тұршы былай. Құдай. Пияз үйтіп турайым екен адам деген. Немене мынау? Тышқанның тамағы сияқты. Ұсақ қой. Айналайын пиязды, міне бұлай тұрау керек. Пияз тамақтың ішінде сезілу керек, білесің бе? Не 30-ға келіп, не пышақты да ұстай алмайсың өзің. Амынан өзің жер. Тұршы бұлай. Қарлығаш-ау, жаным ашын, сен менен бірдеңе сұрадың ба? Жоқ, ештеңке сұраған жоқпын. Немене екеуің маған тесіліп қарап тұрсыңдар? Біреуің ірі қылып турайсыңдар, біреуің майда қылып турайсыңдар. Білмей қалдық қой қайтып турайтынымызды, бәрібір емес пе? Араласып, ертең асқазанға барғаннан кейін араласып, бәрібір қорытылып кетеді ғой. Келінжан, сен бірдеңе дедің ба? Жоқ, ештеңе деген жоқ. Күшті турайды екенсіздер. Үйрене алмай жатырмын сіздерден. Жаным, сен бүгін ерекше әдемі болсын, негізі маған ұнап отырсың. Рахмет. Жақсы жер екен, Я, маған ұнап отыр. Бізге даяшы бола ма? Бола ма сіздер? Не қалайсыздар? Маған тауық еті, лобия, және де бір стакан шырын болса, алма шырын. Және болды, осы жетеді. Жаным, сен жейсің? Маған бір стақан су, сосын свежий салат. Болды. Болды ма? Болсақ па? Ja. Шынымен жете ма? Алсаш, бұл жердің тамағы деген керемет қой, бірінші тамақ, екінші тамақ бәрін алшы. Кәуіп, өте керемет, дәмді. Алшы. Жан, менде диета ғой. Диета ма? Кеттің ба? Онда хачапури жейші, хачапури әдемі, дәмді. Жоқ. Маған алттан кейін ондай майлы тамақтар жеуге болмайды. Мен жемеймін. Бірақ шынымен ештеңе жемей қойшы. Осындай ғана айтты ма? Рахмет. Рахмет, осына кеп бере салдым, да? Жан, сен диетада емессің ба? Диетаны айтады? Диета. Қайдағы диета? Болды ғой, мен саған күйеуге шығып алдым ғой. Болды енді, диета ұстамайын. Жан, сен мынаны жейсің ба? Жоқ. Мен сыңай жас. Тойдым.